Қазақ ұлтының қалын ұйқыдан оятқан ұлт жанашыры Мыржақып Дулатұлының торқалы тойы Торғай ауылының маңында құрылған киіз үй қалашығында басталды. Дүйім жұрттың басын біріктірген сүбелі шараның негізгі міндеті Алаш ардақтысын ұлықтау болды. Мұнда келушілер үшін қос қанатқа жайылған киіз үйлер көші құрылды. Бас аяғы этноауылда 70-тен аса шаңырақ көтерілді. Олардың әрқайсысы өзіндік мән-мағынаға ие. Мәселен, Амангелді ауданынан аттерлеткен делегация өкілдері түрлі техникада сомдалған Мыржақып Дулатұлының картиналарын баршаның назарына қойды. Маңызды мерекеге олар бір ай көлемінде дайындалған. Көрмеде түрлі оқушылармен бірге отырып дайындаған жұмыстарымыз, Мыржақып Дулатұлының тойына арналған тартуымыз түрлі техникада жасалған. Bir ай көлемінде дайындалдық. Бірнеше 8-дей көлемді картиналар алып келдік, әртүрлі техникада жасалған. Оның ішінде түрлі түсті жүннен, яғни шерстен жасалған картиналар, және де стринг-арт техника, шегемен, жіппен сурет салу. Этноауылдың басына қалың қауым жиылып, қазан көтеріліп, ас әзірленді. Бұдан бөлек ән әуелеп, күй күмбірлеп, сауда-саттық сөрлері жайылды. Бір сөзбен айтқанда той көрігі қыза түсті. Бүгін енді мына Мыржақып атамыздың туғанына 100 жыл толу тойы Торғайдың төрінде дүбірлі өтіп жатыр. Жалпы бұл жалғыз Мыржақыптың тойы емес, бұл Алаштың тойы. Соғыстан сол Алаштың арыстардың арманы қазір орындалып жатыр. Қазақ елі еркін елі болды, тәуелсіз ел болды. Мыржақып тек қана қазақты оян деген жоқ. Мыржақып тұтас түркі халқын оятты. Мыржақыптан кейін оян деген сөз түркі халықтарының әдебиетіне үлкен серпіліс әкелді. Оян мотивін тудырды. Сондықтан бүгінгі той халықтың тойы, ұлт ұраншысының тойы. Осы той Торғай жұртына қайырлы берекелі болсын, Торғай түлей берсін, дамысын. Мынау дүбірлі тойға келіп тұрмыз. Ақаң-жақаңның тойлары қашанда бірге қатар айтылады. Бұл кісі туралы бүкіл ел білет, халық білет, өзіміздің ел үшін, жер үшін жанын аямаған, қасыққанына қиғанға шейін, өмірі өткенге шейін, елім деп, жерімде өткен мінекей абыздың тойына келіп тұрмыз. Алла жағынан қылсын. Торғайымның мінекей жаймен көтеріліп келеді енді еға. Этноауылдағы дүбірлі той ұлт руханиятының шамшырақ атты республикалық айтысымен жалғасты. Тойшыл қауым ақындар аламанын тамашалауға топ жарған орталық стадионына ағылды. Айтысқа Бегарыс Шойбек, Мұхтар Ниязов, Мейірбек Сұлтанхан, Әсем Ереже, Аспанбек Шұғатаев сынды еліміздің танымал сөз өнерінің хас шеберлері қатысты. Кешел бері келіп осы өңірдегі елдің ағжырама пейілін, қонақ жайлығын, барлығын, ықылас ниетін ақындарға ғана, жалпы қонақтарға деген көріп жатырмыз. Құтты болсын дейміз. Жақсыдан шарапат дейді. Осы атамыздың шарапаты тиіп, осы тойдың шарапаты тиіп, ертерек осы Торғай өңірі өсіп, өніп, көгеріп, Қазақстандағы алдыңғы қатарлы аймақтардың бірі бола берсін деген ізгі тілегім бар. Бұл айтысқа 14 ақын келіп отыр. Әр облыстан бір ақын келіп отыр. Өзіміздің Қостанай облысынан 2 ақын шығып отыр. Батырлан Сағынтаев пен Тоба Өтепбаев. Бұл айтысқа тігіліп атқан бір ерекшелігі бас жүлдеге автокөлік тігіліп отыр. Ол енді өзіміздің облыстың ел ағаларының облыс әкімшілігінің атынан. Одан кейін тағы да бірінші орынға автокөлік тігіліп отыр. Одан кейін енді жаңағы арғай орындардың бәріне қаржылай қатысқан үшін бәріне де бер. Қазылар алқасы шешіммен бас жүлдені Мұхтар Ниязов жеңіп алды. Қызылордалық ақын Сужаңа Темір тұлпар мінді. Бірінші орынға табан тіреген Бейбарыс Шойбекте автокөлік иесі атанды. Айтысқа қатысқан қалған ақындар да құрғол қайтпады. Әрқайсысы қаржылай сыйақы алды. Евгений Шевченко, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.